Мынакей, о, бурчты қараң, бурч уже аварийный состояние, түшейін деп қалды. Нарғы башыдағы бурч. Мештер. Заключение берілген. Заключение берілген. Пайдалануға жарабайды. Ана планға кіріскеніңіз жоқсыңдар? Жоқ, планға кіріскеніңіз. Қанша оқушы бар? Азыр 430 оқушы. 430. Жоқ, төден 225 стандарт. Жоқ, 280 де оқушы. Әкеден балдар өсіп отыр. Şu оқушы малында ошондой болгон беле. Ушты отчақ отыр. Şu түтөй. Бірақ балдар жарылып кеткен, кышында шамал кирет. Бұлында Учтевский бе? Учтевская ова. Мұғалімдер шын отыр. Қышындан оқыт шыға. Амда контрабанка жоқ. Жоқ, андай нерсе жоқ. Ана ушуға балдар оқыт. Азыр башка Анне әрбір класста ушкілай. Жа бұл мәселе мен көтеріп, мен құрылыс транспорткада өзім барып көріп келдім, мен бұл болмайды деп білем. Афганистанда болса бір жөнінде мен ұншықпайды деп, Қырғызстанда ушындай екен деп, мындай шартта оқуға, сабаққа, сапатты білім алуға мүмкін емес. Азыр мәлеге толық 5 күн оқимыз, 6 сағаттан толық 6 сағаттан оқимыз. Ана кейде класстан тышқарқы іштер, күржөктü іштер ешқандай өтшіге мүмкіншілік. Бекте бітіне қылып айласын тауып өтеміз дауыс. Жауап керісті көтіріп. Берген сұңыш, өкметке берген. Заман бар, технология ойнап, технология шынылы. Телевизор ғана бар. Компьютер, интернет деймін. Интернет келіп. Бізге түсінек. 5 компьютер беріп қойыңыз ба қана? 2. Сонда қайсыда 5 компьютер? Берге. Интерактив өскелеген көрелектіз. Анда ушундай кылырбыз. Анда 5 компьютер бияққан жетті. Антығылар жаң мектеп. Анан фондубуз бар эле деп мактанабыз. Ошол фонддон бири интерактивный доступ. Мен Ата-энелер комитетинин 6 балам окуйт. Мына мектептин аябай эскилиги жеткен. Мен постоянно келип ачык сабакка үзбөй катышам да, чейректе 1, чейректе 5, 6 жолда. Келгенде печкенин жанында отурам, кышта бизде аба ырайы ушунчалык суук. Аябай суук болот. Шул катар шарт, шул эски мектептен тажабай билим берген мугалимдерге бирден бир рахмат айтам. Талыкпай тырышып окуган окуучуларга, бирок балдардын баягыдай жер титирөө болгондо тар залдан эскилиги жеткен мектептен чыгышыга шашып өзүмдүн үйүм бордунда жантоо дөңдүн түбүдө жүгүрүп чыгып эки көз мектепте болот. Былтыркы жер тербегенде шунчалык корктук. Бул жердеги мугалимдин өмүрү, окуучунун өмүрү, депутаттар мына шайланганы келгенде бизди шайлаңыздар деп бир немеге чейин 3-4 жол келесиздер. А шул биздин катар шартты келип бир кабыл алып койсоңуздар. Мугалим, мына депутаттар, эл шайлай сиздерди, эл менен сиздер, ошон үчүн элдин бир мүдөөсүн уксаңыздар. Окуучулардын өмүрүн, мугалимдердин өмүрүн мына жерде Кудайдан тилейбиз да. Кышкы суук, мына илгерки, мисалы СССР маалда биздин окуган печкелер да ушулар. Баягы мугалимдин тырышчаактыгы окуучунун жөндөмдүүлүгү менен эле бул жерде билим болуп жатат. Тырышып, маш өтүрбөй кан сабак кошумча сабак атемдер келип катышкыла балдарга маш өзөрлүк менен окуп билимдүү да. Мына тест деген бар. Шуну шаар жери менен мына кыштак жерден баланын шуну айырмасын берип караштырып койсоңуз. Балки балды шу шаар жер бардыгын эле бир эле кылып койгонда. Сен биздин балдар 110 балгын деп айын жетти. Биздин балдар кыйнап болот экен. Жана 2015 жылы кирип 6 миллион сом берген. Башталып анан курулуп бүтпөгөн 472 мектеп бар. Билим берүүчүсү бар. Анан жылда эле биз 3 миллион, 5 миллиондон белбек баш жетпей атат. Жетпей атат. Баарды бүткөрүү үчүн 7 миллиард сомдон ашык акча керек экен анан. Кыш жайышында отурасың? Кышын жайы ушинтип отурабыз.